Мелек аман-есен түрмеден босап шығады. Оны бүкіл отбасы қуана қарсы алады. Дәл сол сәтте Генджо да музыка қосып, ерекше тосын сый жасап келеді. Алайда Доған мен оның жақындары Генджоның бұл әрекетін онша ұнатпайды. Тек Чагла араша түскеннен кейін ғана бәрі тынышталады. Ал Мелек пен оның жақындары сол сәттің қуанышын бөлісіп, көңіл көтеріп жатады. Чагла Махинурға бара жатқан жолда Тахир биді байқап, орнында қатып қалады. Тахир сыртқа шыққан бойда оны көргендердің бәрі үрейленіп, аз ғана уақыт бұрынғы күлкі мен қуаныш сап тиылады. Әсіресе Мелек үшін бұл күтпеген жағдай болады. Қуанышы су сепкендей басылып, үнсіз қалады. Доған Генджоға келіп, Мелекке қиын сәтте қолдау көрсеткен үшін алғысын білдіреді. Сол кезде оның көлігінің ішінен жоғалып кеткен баланың бас киімін байқап қалады. Чагла Махинурға Тахир бидің есін жиғанын айтып береді. Ал Тахир болса бәрін бастап жеке жайға қайта оралады. Сол жерде Синан мен Мелек ұзақ уақыттан кейін бір-бірімен қауышады. Доған Чаглаға баланы ұрлаған адамның Бихрам екенін айтады. Мұны естіген Чагла бірден Генджоға қоңырау шалып, Бихрам көріп қоймай тұрып сақ болуын ескертеді. Мелек енді бұл жерден кеткісі келетінін айтады. Себебі олардың бәрі Тахир бейден қатты қорқып қалған еді. Чагла Генджоны шақырып алып, жоғалған бала жайлы сұрайды. Бірақ Генджо енді бұл іске араласпайтынын, Бихрамның бұйрығы солай болғанын айтып жауап береді. Осы кезде Мелек өткен күндерді есіне алады. Бір кезде Тахир бидің оның дәрігер болуына үзілді-кесілді қарсы болғанын еске түсіріп көңілі құлазиды. Доған мен Мелек сөйлесіп отырған кезде, қызметші Махинур жіберген хатта келіп береді. Хаттың ішінде, мұны тек ағаңа айт деген бір ғана сөйлем жазылған еді. Бірақ Махинур Доғанға қандай құпияны жеткізгісі келді. Ал Генджо аттракционда отырып, Мелекке арнайы видео түсіріп жібереді. Доған Сунамен кездесіп, одан Бихраммен сөйлесіп беруін өтінеді. Себебі оған маңызды сұрақтарға жауап алу керек болатын. Ал ұрланған кішкентай бала үйін сағынып, тамақ ішпей отырған еді. Сол сәтте Бихрам келіп, баланың көңілін жұбатып, екеуі бірге тамақтанады. Мелек Тахир бидің келе жатқанын естігенде қатты абдырап қалады. Тахир ішке кірген бойда оның күнделігі туралы сұрай бастайды. Ашуға булыққан ол, неге барлық шындықты күнделікке жаздың? Енді ол жаудың қолына түсті деп Мелекке қатты ашуланады. Артынша оны жазалап, бөлмеге қамап қояды. Үйдегілер Мелекке араша түсуге қанша тырысқанымен ештеңе өзгерте алмайды. Ақыры Гүлшен Доғанға қоңырау шалып, болған жағдайдың бәрін айтып береді. Доған дереу келіп, Мелекті құтқарып алады. Осыдан кейін ол анасын және қарындастарын ертіп, жеке жайдан бір жола кетіп қалады. Артынша Сифа да олардың соңынан шығып, бірге қосылады. Барлығы Чагланың үйіне келеді. Доған Чаглаға көрсеткен көмегі үшін шын жүректен алғысын білдіреді. Ал жеке жайда Тахир мен Ламия ғана үнсіз дастархан басында отыр еді. Суна Бихраммен сөйлесіп болған соң, Доған мен оның адамдары Бихрамның ізіне түседі. Көп ұзамай олар баланы жасырған жерге жетеді. Сол жерде Доғанның адамдары мен Бихрамның адамдарының арасында үлкен төбелес басталады. Екі жақта баланы алып кетуге тырысады. Алайда күтпеген жерден Бихрамның өзі баланы аяп, Доғанға аман-есен тапсырады. Кейін Бихрам Тахирге келіп, Махинурды қашан шығарасың? деп сұрайды.
Ал жарылысты ұйымдастырды деп күдікке ілінген жігіт өз інісін көргеннен кейін ар ұятына жеңдіріп, прокурорға барып болған оқиғаның бар шындығын айтып береді. Кешке қарай барлығы Чагланың үйінің ауласында мангал жағып, ет пісіріп, көтеріңкі көңіл күймен кешкі ас дайындап жатады. Көп ұзамай Синан мен Наз да келіп, бәріне қосылады. Дәл осы уақытта прокурор жеке жайға келіп, Тахир бейді тұтқындап алып кетеді. Ал Чагланың үйінде ешкім мұны білмей, бәрі мәз-мейрам болып бірге дастархан басында отыр еді. Тахир түрмеге жеткізілген соң, оны өзіне таныс прокурор күтіп алып, ішке кіргізеді. Көп ұзамай сол жерге оның адвокаты Илмаз да келеді. Тахир Илмазға өзін өлтірмек болған адамның бөтен емес, туған ұлы Доған екенін айтады. Осы сөзден кейін полиция қызметкерлері Доғанды келіп тұтқындап алып кетеді.